Vocabulary News 32-ші үйін. Бүгінгі тақырып describing people, адамдарды қалай сипаттаймыз. Сипаттаудың бірінші түрі бізде height. Height деген бойы. Адамның бойы туралы айтқанда, егер адамның бойы ұзын болса, онда tall дегенді қолданамыз. Tall деген ұзын деген сөз. Ол адамдарға қолданады. High демейміз. High деген ол бізде андай зданиеге, тауға, сондайларға қолданады. Ал адамдарға tall деп қолданады. Бойы ұзын деген. Short деген бізде ол қысқа, ол да адамдарға қолданады. Low деген төмен ол мағынасы pass деген сөз. То есть бой туралы емес. Ол жаңа жер туралы, тау туралы, үйлер туралы айтылады. А short деген адамға қолданылады. Дальше, егер ол орташа бойлы болса, онда medium height болады. Medium height ол орташа бойлы деген сөз. Егер бойы қанша десек, онда how tall, қаншалықты ұзын, is Mary. Mary қаншалықты ұзын. Okay. Ол, she is 160 meters tall. Ол 1.6 метр биік. Ұзын. Ұзындығы осындай дейді. Енді келесі weight. Weight деген бізде несі? Салмағы. Салмағы деген бізде мынандай сөздер болады. Егер арық болса, арық дегеннің екі түрі бар. Slim және thin. Slim ол бізде арық, бірақ ол өзіне жарасып тұр. То есть арық дегеннің андай позитив түрі да. Бұлай смайлик салып қойыңызшы. Бұл позитив түрі. Slim десе, адам значит фигурасы андай жақсы деген сөз, өзіне жарасып тұр деген. Thin деген бізде thin is a more negative word. Бұл бізде более негативный сөз да. Адам арық, и оған жарасып тұрған жоқ. Ол слишком арық. Мысалға біреу ауырып қалды, ауырғаннан арықтап кетті. Вот сол thin болады как раз, негатив. Келесі fat. Fat деген тоже негатив. Ол бізде негатив сөз. Негатив деп қояқ нәрге. Fat деген ол толстый, қабақ деген сөз, жирный. Ол негатив сөз, адамдарға грубо естіледі. Егер ол салмақты, то есть салмағы бар адам дегіміз келсе, то есть андай более сыпайы түрде айтқымыз келсе, онда overweight дейміз. Overweight ол бізде артық салмағы бар деген сөз. Overweight. Fat деген прям қабақ деген сөз. Түсіндер ғой? Енді, егер салмағын сұрағың десеңдер, онда how much, қаншалықты, do you weigh? Сен салмағың қаншалықты? Қанша сен салмағың? I weigh, менің салмағым 62 килограмм. I weigh, мен салмағым 62 килограмм. Келесі, face and head, бет және бас. Сол жердегі бетте және баста не бар, соны айтамыз. Егер шаш болса, шаш бізде dark деген бізде қара шаш, немесе black hair. То есть, мына жерге түс қолданса болады. Енді skin деген терінің dark деген smoothly, то есть андай күнге күйген қоңыр түс болады, ол соны dark skin дейді. Енді көздер бізде brown болады. Brown деген қоңыр көздер. Енді тер туралы айттық қоя. Тері бізде бола алады fair деген ақ, ашық. То есть андай күнге күйген емес, ашық түсті. Fair skin деген ақ түсті. Терісі. Енді blonde деген блондин, шашы сондай. Немесе fair hair десе де болады. Теріге айтылғандай шашында тоже fair десе болады. Fair деген ақ деген сөз. Енді көздер blue eyes, көк көз. Сосын тағы да beard деген бар. Beard деген бізде сақау. Мусташ деген бізде мұрт. Сосын green eyes, жасыл көз. Сосын long hair, short hair. Long деген ұзын шаш, short hair деген қысқа шаш. Енді егер біреуде бар қысқа шаш десек, онда біреу has got бірдеңе. Мысалы, Sally has got, Sally'да бар dark hair and dark skin. Қара шаш және қоңыр
андай smoothly тері. Has got деген ода бар деген сөз. Енді жасты қалай айтамыз? Жас бізде бірнеше сөздер, көп емес. Old деген бізде ол кәрі. She's very old. Ол өте кәрі деген сөз. Ол 97-де. My sister 14. Менің әпкем 14-те. She's young. Ол жас. Old деген кәрі, young деген жас. Older деген үлкенірек деген сөз. Жасы үлкенірек деген сөз. Салыстырмалы. Middle age деген орта жас. Үлкен де емес, кәрі де емес. То есть жас та емес, кәрі де емес. Younger деген бізде older дегеннің антонимі. Younger деген жасырақ деген сөз. Жасы кіші. Енді elderly деген кәрі адамдарды айтады. Elderly people, кәрі адамдар. Так, old дегенге қарағанда old people десеңдер де болады, ол қартайған адам. Elderly people десеңдер ол қария деген сөз. То есть андай более polite деген бізде сыпайы түрде. Elderly people более сыпайы, old people более андай грубый естіледі. Хорошо? Енді адамның түрі қандай? Positive және негатив. Жақсы және жаман. Pretty деген әдемі, милый, красивый деген сөз. Және beautiful деген тоже әдемі, красивый. Ол бізде қыздарға және әйелдерге қолданылады. Pretty және beautiful, қыздар және әйелдерге. Ер адамға handsome деген қолданылады. Ол да әдемі деген сөз, бірақ ол ер адамға қолданылады. Beautiful man дей алмайсың. Beautiful man десең, ол грубо естіледі. Handsome man деу керек. Хорошо? Ugly деген екеуіне де қолданылады. Ер адамға және әйел адамға. Бізде ugly деген ұсқынсыз, әдемі емес, уродливый деген сөз. Енді бізде ол урод емес, әдемі емес, орташа болса, онда ordinary looking. Ordinary деген обычный деген сөз. Looking деген түрі деген сөз. Түрі обычный. Ол әдемі де емес, ұсқынсыз да емес. Ол ordinary looking. Ни туда, ни сюда. Окей? Так, осыларды жазып алыңдар. Келесі бізде тапсырмалар бар. Тапсырмаларды көрейік. Мына жерде мына сөйлемдерді толтыру керек. Екінші, мына жерде short дейді. He's only 1 meter 52, 1 метр 52 сантиметр. He's quite short. Ол өте қысқа. Very people are often good at basketball. Өте бірдеңе адамдар жиі жақсы болады баскетболда. Баскетболда қандай адамдар жақсы? Және волейболда тоже, кстати. Олар обычно бойы ұзын. Бойы ұзын деген tall деген сөз. Models, модельдер обычно әдетте қандай? Қандай сөзді қолданған едік? Slim болады. Slim деген арық, өзіне жарасып тұрған фигурасы деген сөз. Thin деген бізде ауырып тұрған. Is her skin dark? Оның терісі smoothly ма? То есть қара ма? Қара түсті емес, күнге күйген, сонда қоңыр түсті ма? Жоқ, оның терісі қандай? Терінің түсі fair, ақ. She's only 12. Ол 12-де, ол өте жас, young. If I eat too much, егер мен көп жесем, мен боламын fat. Көп жесем, мен қабақ болып кетем. My grandmother in this hospital. Менің әжем мына больницада. It's a hospital for, бұл больница біреулер үшін. Адамдар үшін. Қандай адамдар үшін? Қария адамдар үшін. Old емес, кәрі адамдар үшін, қария адамдар үшін. Ол значит elderly болады. Elderly. Келесі сұрақтарды қою керек. Жауап берілген соған сұрақ. He's about 1 meter 75. Ол 1 метр 75. Значит, your brother, сенің ағаң қаншалықты ұзын? How tall is your brother? 2. Elena's hair. Еленаның шашы. No, her hair is dark. Оның шашы қара. Значит, шашы қандай? Нет болу үшін нәрде? Жоқ, оныкі қара. Значит, оныкі ақ па деп сұрау керек. Is Elena's hair? Elena's hair fair.
Үшінші, yes, it's quite long. Иә, ол өте ұзын. Mike's hair. Майктың шашы ұзын ба? Is Mike's hair long? Оның шашы ұзын ба? Келесі, are your parents? Сенің ата-анаң. Not really, жоқ ондай емес. They are middle-aged. Олар орта жаста. Сенің ата-анаң кәрі ма деген сөз. Или жас па? Are your parents? Пусть будет жас. Are your parents young? Сенің ата-анаң жас па? Жоқ, олар орта жас. Бесінші, yes, all the boys want to go out with her. Барлық балалар go out деген онымен жүргісі келеді. Онымен андай go out деген қалай болады? Встречаться еткісі келеді. His sister, оның әпкесі. Оның әпкесі, иә дейді. Оның әпкесі әдемі ма? Is his sister pretty? Beautiful десе де болады негізі. Алтыншы, why? Неге? She has been very ill. Ол өте қатты ауырды. Сара, thin. Сара, арық. Арық, көрдіңдер ма? Ауырғанда бізде thin қолданылады. Slim емес. Why? Неге Сара? Why is Сара thin? Неге Сара арықтап кетті? Ол ауырған дейді. Хорошо. Мына адамдарды сипаттау керек. Сюзанна, Джефф, Каролин, Дик. Осы адамдардың түрлерін сипаттау керек. Сюзанна's got, Сюзаннада бар, ұзын шаш дейік. Has got long hair. Келесі, Джефф. Джеффта бар, сақалды. Has got a beard. Так, мына қызда не бар? Қара шаш болсын да, мұны шаштары қара сияқты болып көрейік. Has got dark hair. Келесі, мынада бар мұрт болсын, мұртын айтайық. Және ұзын шаш. Екі зат айту керек. Мұрт және ұзын шаш. Оның шашы long және has got a mustache. Ода мұрт бар. Хорошо. Бүгінге осы адамды сипаттағанда осы сөздерді қолдану керек. Жазып алыңдар. Келесі сабақта көріскенше.